арамызда фитна болып отқан мәселенің бірі, кейбір бауырлар намазда түскенде не істейді? Қолмен түседі. Біздер не істейміз? Тіземен түсеміз. Енді хадис бойынша пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның қай амалы қайсы дұрыс, пайғамбардың хадисіне жатады екенін, мұны бәріміз де білеміз. Жүрегімізде ешқандай күмән жоқ, қайсы дұрыс екен. Бірақ күмәнда жүрген бауырларға, немесе күмән салып жүрген бауырларға біздерге керек болады бұл. Оны бір хадисмен, екі хадисмен де жаттап алатын болсақ, немесе жаңа пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтқандай, оны жазып қоюмен, оны танып қоятын болсақ, ол біздерге керек болады. Ертең күмәнда жүрген бауырлар да болады. Жаңа намаз бастап жүрген, бұл айтып отқан уағыздар тек қана сізге емес. Сіздер альхамдулилля ақидаңызда да берік болдыңыз, мазхабыңызда да, дәлелдеріңізге де. Бірақ жаңадан ініңіз болады, ағайыныңыз болады, басқа болады, намаз бастағысы келгендер болады. Соларды қалай деп түсіндіреміз? Аяқмен түсе бер болды деп қоя саламыз ба? Дәлел сұрайды ғой. Дәлелді еле жаттап алуымыз керек. Немесе жазып қоюымыз керек. Пайғамбарымыз енді бір мәселе ғұламалар айтады. Ереже бойынша екі хадис бір-біріне қарама-қайшы болмау керек дейді. Ереже бойынша. Бірде-бір пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның хадистері бір-біріне қарама-қайшы болмау керек дейді. Енді хадис кітаптарына келетін болсақ, біраз хадистер бар бір-біріне қайшы болатын. Енді сондай жағдайда не істеуіміз керек? Ғұламалар ереже қойған. Ғұламалар ереже қояды. Бірінші, Құранмен салыстыру керек. Қандай хадис Құранға қайшы болатын болса, ол хадис мансух деп айтыламыз. Яғни оның күші жойылды деп айтыламыз. Оның бір мысалы қалай? Қол көтеру мәселе намазда. Құранда Алла субхану ва таала не қыл дейді? Аузу биллахи минаш шайтанир ражим. Қуму лиллахи қанитин дейді. Намазда тұрғанда тыныш тұр дейді. Намаздың бір мақсаты тыныштық. Оны бәріміз де білеміз. Дұрыс па? Қуму лиллахи қанитин. Енді хадистер қарама-қайшы бір-біріне. Бір хадисте пайғамбар қол көтерді дейді. Екіншіде қол көтеруден қайтарды дейді. Оскону фи салат, намазда тыныш тұр дейді. Енді бұл екі хадис бір-біріне қарама-қайшы келгенде біз не істейміз? Ең бірінші Құранмен салыстыруымыз керек оны. Қай хадис Құранға келетін болса, соны ұстанамыз. Қай хадис Құранға келіп тұр? Құранда Алла Тағала қуму лиллахи қанитин, намазда тыныш тұрды деп айтты. Тұр деп айтты. Дұрыс па? Бір хадисте не қыл дейді? Намазда ұскуну фи салат дейді. Мәл яракум рафии айдиякум кәнна аднабу хайли шамс дейді. Сіздерге не болды? Аттың құйрығы сияқты қолыңызды көтере бересіңіз, намазда тыныш тұрың деп айтты пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Ұскуну фи салат. Екінші хадисте Ибн Умар келтіретін хадисте пайғамбар қол көтерді дейді. Енді біз қол көтердіні ұстанамыз ба, намазда тыныш тұр дегенді ұстанамыз ба? Қайсыны ұстанамыз? Неге намазда тыныш тұр дегенді ұстанамыз? Аятта келіп тұр. Екінші хадис сахих да болатын да болса, біз заиф деп айтпаймыз. Сахих. Бірақ не себептен оны қолданбаймыз? Ол мансух. Оның күші жойылған деп айтылады. Оны қайдан білдік? Бірінші хадиске қайшы болды. Екінші Құранға қайшы болды. Сол хадис мансух деп айтамыз. Біз мансух хадис ешқандай амалға жарамайды. Себебі ол күші жойылды, хүкмі жойылды. Құранда да аяттар бар. Тилауат болады, бірақ мансухул хүкм. Аят оқылады, бірақ хүкмі жойылған аяттар да бар. Ма нансах мин аятин. Құранда Алла Тағала айтады. Мен қаласам аяттарды нәсх қылам дейді. Хүкмін жоям дейді. Құранда Алла Тағала айтады. Ау нунсиха, ау нәти биха дейді. Немесе сенің есіңнен шығарам дейді. Есіңнен шығарам деген не сөз? Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам, кейбір аяттар болады, ол мансухут тилауат, мансухул хүкм. Алла Тағала басында оқытады, одан кейін оны хүкмі де жойылды, оның оқуы да жойылып кетті дейді.
Кейбір аяттар болады, оқылмайды, бірақ хүкімі жүреді әлді. Құранда жоқ, бұрын болған. Бірақ Құрандан Алла Тағала оқуы, тилауатын айырып тастаған. Қандай? Мәсіге мәсих тарту. Ол Құран аятмен дәлелдеген дейді. Мәсі, нәски емес, мәсі. Құран аятмен дәлелдеді. Оны ғұламалар мойындады. Енді хадисті біздер түсіну бойынша ереже бар. Ең бірінші Құранға келтіруіміз керек, міндетті түрде. Құранға келмейтін болса, ол не істейді? Ол мәнсух болды деп, оны қолданбаймыз. Екінші ереже бар біздерде. Қандай ереже? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның хадисі, қайтарған хадис, екінші амал жасады деген хадис болса, біз қайсыны ұстанамыз? Қайтарғанды біздер өзімізге негіз қыламыз. Машалла. Біздерге нахи ұстанады, қайтарған хадис ұстанады. Хиллат, hurmat bir-birine qarama-qayshi bo'lsa, halol, haram qarama-qayshi bo'lsa, biz mіндетті түрде haram qaytarilgan деген hadis ұстануымыз міндет біздерге. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам тыйым салған деген хадисті өзімізге негіз қыламыз. Амал жасады дегендерді оны не істейміз? Тауил қыламыз. Ереже бойынша. Тауил деген не сөз? Яғни оны, яғни мағына береміз. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам осындай себеппен, немесе осындай дәлелдер үшін амал жасады деп қоямыз. Түсінеміз ба? Тауил қылуымыз керек. Мысалы, Құранда Алла субханаху ва тағала не қыл дейді? Аяқты жу деп айтады. Аяқты жу дейді. Енді Құран аятқа хадис қайшы бола ала ма? Яғни бір хадис Құранның хүкмін жойып біле ала ма? Оны жоққа шығара ала ма заң бойынша? Құранның күші көп па, хадистің күші көп па? Қандай хадис, қандай деңгейге келгенде Құранмен қарама-қайшы бола алады? Мутаватир болса, машалла. Құранның күші сондай көп, бір хадис, екі хадис, үш хадистің күші жетмейді Құранға, Құран аятқа. Түсінеміз бе? Құран аятта Алла Тағала бір хүкімді берді, аяқты жу дегенде, аяқты жуу керек. Бірақ мутаватир хадис болса, яғни 10 сахабадан артық риваят қылған болса, Құранға күші келеді. Түсінеміз бе? Құранда Алла Тағала аяқты жу деді. Онда сен неге мәсіге мәсих тартасың? Құранға қайшы болып тұр ғой? Неге мәсіх тартасың? Ол хадистер мутаватир хадистер. Имам Абу Ханифе, Имам Хасан Ал-Басри радиаллаху таала айтады, мен 70 сахабаны көрдім, Бәдір соғысына қатысқан дейді. 70 сахабаны көрдім дейді. Мәсіге мәсих тартқанын көрдім дейді. 70 сахабадан келген. Ол мутаватир. Мутаватир болса, ол Құранға қайшы бола алады. Бірақ хадис вахид болса, хабары вахид болатын болса, китабуллахқа қосуға болмайды оны. Немесе мутаватир хадиске қосуға да болмайды. Оны не істейміз? Сахих болса, жоққа шығарамыз ба? Қандай ереже бар болған енді? Құранда Алла Тағала аяқты жу деп жатыр. Мутаватир хадисте мәсіге мәсих тарт деп отыр. Аяқты жуу ол да рұқсат, мәсіге мәсих тарту ол да рұқсат болды енді. Енді нәскиге бір хадис, екі хадис, немесе даиф хадистер болып тұра, Құранға қайшы бола ала ма? Бола алмайды. Мутаватир хадиске қайшы бола ала ма? Бола алмайды. Енді не істейміз ол хадистерді? Нәскиге келген хадистерді не істейміз? Мутаватир хадистің сифатына апарамыз. Яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам мутаватир хадис, яғни мәсіге мәсих тартты дегенде қандай мәсіге рұқсат берді? Соны қараймыз. Егер сол мутаватир хадистің шарттары мынада да табылса, оған да рұқсат береміз біз. Мутаватир хадиске қарама-қайшы бола алмайды. Құранға да қарама-қайшы бола алмайды. Енді жоққа шығарамыз ба? Жоқ. Мутаватир хадистің деңгейіне апарамыз, сипаттарын соған береміз. Қандай сипаттары бар? Мәсігін
Үш шарты бар. Bir мәсіге мәсих тарту үшін үш шарт керек. Бірінші, 2 километр жүріп білу керек. Түсінеміз ба? Екінші, мәс тартқанда суды өтірмеу керек. Қалың болу керек сондай. Су қолыңмен мәсих тартқанда суды өтірмеу керек. Үшінші, міне, бұлай қойғанда өздігінден тұру керек. Түсінеміз бе? Міне, сондай қалың болу керек. Мұнаны қойдың ғой, қалың ғой. Бұлай өзі тұра береді бұлай. Құлап қалмайды. Хабары уахид. Яғни, бір хадис, екі хадис. Мұхаммад Тақи Усмани Термезидің шарқында айтады, нәскиге бірде бір сай хадис жоқ дейді. Жақсы, хадистеріңді жинадың. Хадистеріңді жинадың. Хасан лі-ғайрихи қылдың. Сахих емес әлі. Даиф хадистер жиналса, хасан болады, лі-ғайрихи. Фи нафсихи емес, лі-ғайрихи болады. Жақсы, амалға жарайды дейміз. Енді сенің хадисің Құранға қайшы келіп тұр ғой. Мутауатир хадиске қайшы келіп тұр ғой. Не істейміз енді? Амал жасай береміз ба? Нәскиге мәсих тарта береміз ба? Қашан мутауатир хадистің деңгейіне баратын болса, амалдыға жарайды. Мутауатир хадистің деңгейіне болмаса, оған амал жасауға болмайды. Мутауатир хадистің қандай сипаттары болды? 2 километр жолды жүріп білу керек. Мәсих тартқанда нәскиге су өтірмеу керек аяққа. Үшінші, тұрғанда түке өздігінен тұру керек. Сенің хадисің жарамаса да жақсы, біз амалға алып келдік. Жақсы. Сені уайымдап, сені ойладып, жақсы хадисің амал жасамаса да біз қабылдадық енді. Енді нәскиіңде сипаттар табылмай жатыр. Сенің мәсих тартасың нәскиіңде ереже бойынша мутауатир хадиспен келген мәсінің сипаттары сенде жоқ. Қол аяқпен түсу мәселеде де дәл осындай ереже жүреді біздерге. Біз егер усулы фиқты білмейтін болсақ, ережені білмейтін болсақ, усулы хадисті білмейтін болсақ, тек қана хадисті қарап шешім беретін болсақ, таза сәләфи боламыз біздерді. Тап-таза сәләфи боламыз. Маңдайымызда жазылып тұрады, мен сәләфимін деп. Себебі дін білмейміз ғой. Ережені білмейміз, хадисті білмейміз, Құранның білмейміз, усулы фиқты білмейміз. Тек қана хадис деп кетіп қаламыз. Тап-таза сәләфи боламыз. Ереже деген әрбір нәрсеге, өмірге ережемен жүреміз біздер. Ереже болмайтын болса, біз ешқандай өмір бола алмайды. Құранды ережемен түсінеміз, хадисті ережемен түсінеміз, фиқты ережемен түсінеміз. Ережеге саламыз. Біреудің тілін, орыс тілді ережемен түсінуіміз керек, араб тілі ережесі бар, қазақтың тілінің ережесі. Сен араб тілінің ережесін білмейтін болсаң, Құранды оқитын болсаң, Құранның өзін тәжвидті неге үйренесің сен онда? Тәжвид неге үйренесің? Тәжвид деген Құранның оқитын ережесі. Нун деген сөзбен тәнвин келсе, неге мұнын қосасың онда? Сен деген, егер ережеге бағынбайтын болсаң, тіке оқымайсың ба оны? Мин бәдихим деп неге оқымайсың? Оны мин бәдихим деп оқисың. Құранның оқитын ережесі тәжвид. Сен тәжвидті білмейтін болсаң, тап-таза Құран оқыда күнәһар боласың. Тап-таза Құранның сәләфи боласың сенде. Егер Құранның ережесін білмейтін болсаң, тап-таза сәләфи боласың Құран оқығанда. Анау бидат, мынау ширк, мынау дұрыс емес, сенкі қате, Құранда бұлай жазылған ғой, бұлай оқымайсың ба деп, бәрін көфірлікқа шығарасың. Егер тәжвидті білмейтін болсаң, бұл Құранның оқитын оқу ережесі. Құранды, хадисті түсіну үшін де ереже бар, оған усулы фиқ деп айтады, усулы тәфсир дейді, усулы хадис дейді. Ереже бойынша, ережені түсінген адам адасудан аман қалады. Тәжвидті білетін адам, білмейтін адаммен теңдей бола ма? Бола ма, болмай ма? Неге болмайды? Ереже біледі ол. Ереже білмейтін адам қателеседі. Сен тәжвид оқымаған адамдан сабақ ала аласың ба? Хадистің ережесін білмейтін адамдан сабақ аласың ба? Сол хадистердің бірі, біздер ережеге салуымыз керектің бірі осы.
Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам қол мен түсуден қайтарды хадисте. Оны бәріміз де мойындаймыз. Екінші хадисте пайғамбар қол мен түсті деген хадис, даиф хадис, Ибн Умар келтіретін хадис бар. Енді ереже бойынша не істейміз? Ереже бойынша. Екінші ереже. Қайтарған хадисті негіз қыламыз. Қайтарған хадис, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам қайтарды ма? Қайтамыз. Түсінеміз ба? Соны негіз қыламыз. Пайғамбар амал жасады дегенде тәуил қыламыз.